Келесі бастама ауылдық кітапханалардың негізінде жаңа клуб қоғамдық орталықтарын құру жобасы. Бұл жоба ауыл тұрғындары үшін жаңа мәдени әрі әлеуметтік мүмкіндіктер ашады. Сөз кезегі Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Рубежин ауылының кітапханашысы Аягүл Бақытжанқызы Омароваға беріледі. Ауыл кітапханалары бүгінгі таңда тұрғындардың рухани өсу орталығы, жастардың арманын ұштайтын, өскелең ұрпақтың ой-өрісін кеңейтетін шағын академия. Бұл жерде ұлттық құндылықтар сақталып, жастардың жаңа идеялары қанат қағады. Ауыл кітапханаларының функциясын сақтай отырып, оны қауымдастық орталықтар деңгейіне көтеру, заманауи және қажетті форматтар арқылы жергілікті халықтың қызығушылығын арттыру мақсатында 2023 жылы Батыс Қазақстан облысында 25 ауылдық кітапхананы модернизациялау жобасы қолға алынды. Елімізде ең алғаш мәдениет саласы бойынша ауыл кітапханаларын дамытуға бағытталған атаулы жоба идеясының авторы Тана қоғамдық қоры. Жобаға Қазақстан халқына қоғамдық қоры демеушілік білдіріп, жобаға сәйкес жөндеу жұмыстарын Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жүргізді. Жобаны жүзеге асыру барысында жөндеу жұмысына жергілікті бюджеттен 676 миллионнан астам қаржы жұмсалса, Қазақстан халқына қоғамдық қорынан 796 миллион 965 мың теңге қаржы кітапханаға қажетті техникалық құрал жабдықтар мен жиһаздарға бөлінді. Кітапханалардың кітап қорын толықтыру мақсатында 67 миллион 738 мың теңгеге әр кітапханаға 800-ден астам дана кітап алынды. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 356 мемлекеттік кітапхана қызмет көрсетуде. Оның ішінде 333-ші ауылдық жерде. Батыс Қазақстан кітапханалары республика бойынша кітапханалар саны жағынан Түркістан облысынан кейін, ал кітап қоры бойынша Қызылорда облысынан кейін екінші орында. Облыс кітапханалары әсіресе еліміздің тоқырау жылдарында жабылмай сақталып қалған бірден-бір өңір болса, бір жағынан Батыс Қазақстан Ресейдің 5 облысымен шекаралас аймақта орналасқан. Осыған орай атаулы жоба Батыс Қазақстан облысы кітапханаларынан бастау алды. Модернизациялаудан өткен 25 ауылдық кітапхананың 6-ы аудандық, 19-ы ауылдық кітапхана. Жаңарған кітапханаларда конференц-зал, кинозал, IT кеңістік, домбыра, тігін үйірмелері, дыбыс жазу студиясы секілді шығармашылық мәдени демалыс аймақтары қызмет көрсетіп, оқырмандар үшін мол мүмкіндік туғызуда. Сондай-ақ мәдениет үйінің ғимаратында орналасқан кітапханаларда қосымша би-зал ашылды. Жаңа заман талабына сай кітапханалар ауыл тұрғындар үшін мәдени тынығу орталықтарына айналып, шығармашылық алаңдар мен үйірмелерге қатысушылар көбейіп, кітапханаға келушілер саны күннен-күнге артты. Жоба аясында оқырманға сапалы, жан-жақты қызмет көрсететін заманауи кітапханашыны дайындау мақсатында кітапхана қызметкерлері Алматы қаласында Тана қоғамдық қоры ұйымдастырған біліктілікті арттыру курсынан өтті. Тана қоғамдық қорына Батырхан Шөкенов қоры мен Жас көшбасшылар қауымдастығы қоғамдық бірлестігі, Тидам коммуникациялық агенттігі серіктестік танытып, жобаны жоспарлауда, әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында жарнамалауда зор үлес қосты. Кейбір ауылдық кітапханалардың жөндеу жұмыстарына жергілікті кәсіпкерлердің де демеушілік танытқанын атап өткен жөн. Қазіргі уақытта жаңғырған жаңа кітапханалар ауыл тұрғындарын бір шаңырақтың астына жинап, бір идея, бір рухани құндылық төңірегінде топтастыратын сүйікті мекен. Жоба нәтижесінде ауыл кітапханасы ұрпақты ұлағатқа, ауылды бірлікке, елді рухани кемелдікке шақыратын, ой бөлісетін, жүректерді жақындататын рухани ордаға айналды. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қонақтар. Мен бүгін алдымен өзімнің өмірімдегі үлкен бір қуаныштардың бірімен бөліскім келіп тұр. Біз үшін бір тарихи сәт болды десек те болады. Мен өзім жалпы аудандық кітапханада үлкен ұжымда жұмыс істеп жүрген жас маман едім. Жол түсіп дипломмен ауылға жобасымен ауылдық жерге жұмысқа орналасқан болатын. Алғашқы жұмысқа барған кез әлі есімде. Жаңағы күңгірт жарық, тозығы жеткен сөрелер, барлығы бір мұңды көрінді. Іштей бір ішіне кіргенде жалғыздық сезінген болатын. Бір ойымда кітапхана мүлде басқа еді, бір жарық, кең, түрлі түсті. Бірақ сол сәтте бұл жерді қалай өзгертуге болады деген ойлар болды. Қаражат жоқ, мүмкіндік тапшы ондай жерде енді. Содан бір күні аудандық кітапхананың директоры қоңырау шалды. Облысымыздағы 25 ауылдық кітапхана модернизация жобасына өткелі жатыр. Соның ішінде сіздің де кітапхана бар екен деп. Ана жерде шыны керек сенер-сенбесімді білмедім. Өйткені сонау Батыс Қазақстан облысының ауданының бір ауылында сондай кітапханада сондай жөндеу болады деу, мысалы бірден сене қоятын нәрсе емес. Содан сөйлесіп, бұл сүйінші хабарды ауыл тұрғындарына жеткізгенше асықтым. Бірақ іштей бір күдік болды енді. Бұндай көлемді жоба шынымен бола ма, болмай қала ма, қандай нәтиже болады деген сияқты.
Бірақ жоба нәтижесі біз күткеннен де ойлағаннан да 100 есе асып түсті. Өйткені жаңа жобамен кітапханамызға жаңа тыныс келді. Жөндеу жүргізілді, жаңа кітаптар, жаңа жиһаздар, барлығы жаңа. Балаларға арналған шығармашылық бұрыш, жастарға арналған коворкинг орталықтары ашылды. Мына жиһаздарды әкеліп бастап құрған кездегі мына ауыл тұрғындарының таңданысы мен көңіл күйлерін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені бұндай дүние біздің ауылда болмаған десек те болады. Бір ғана кітапхананың ішінде конференция зал, креативті кеңістік, дыбыс жазу студиясы, би залы, домбыра бөлмесі, тігін бөлмесі бәрі бірінен соң бірі жарқырап ашылып жатты. Ал кітап қорымызға келсек, 800-ден астам жаңа әдебиеттермен толықты. Оның ішінде қазіргі таңда мына жастардың мотивациялық сатып алып жүрген кітаптары өте көп. Осы кітапханадағы жаңашылдықпен қоса біздің кітапхана оқырмандарымызда күннен күнге артты. Өйткені бұрын бізде 700-ге жуық болса, қазіргі таңда бұл 900-ге артты. Мысалы, ойлап қараңызшы, кітапханашының жұмысы қандай? Кітапхана оқырман келеді, кітап алады, жаңа формуляр толтырады. Жоқ, қазір бәрі басқа. Қазір мен менеджермін десем де болады. Өйткені қазір бізде кітапханаға келген тігін тігуші болса, тігін машиналары бар. Сурет салам десе, мольберттер, оларға арналған бояулары барлығы бар. Мысалы, ән жазам деген адамға дыбыс жазу студиясы болса, цифрлық пианино, музыкалық аспаптар барлығы бар. Бұл деген ауылдық жерге үлкен бір деңгей, дәреже деп ойлаймын. Қазіргі уақытта кітапханамыздың бір бөлмесінде домбыраның үні естілсе, бір бөлмесінде дыбыс жазу студиясында ән жазылып, тігін бөлмесінде қыз-келіншектер іс тігіп, би залында жастар үздіксіз шығармашылықпен айналысуда. Мысалы, конференция залымызда ауыл үлкендері жиі бас қосады. Ал креативті кеңістігімізде ауыл жастар мен үлкендері жаңа технологияларды пайдаланып үйрену мақсатында жиі келе бастады. Бұл менің арманымның орындалғаны болып тұр. Және де облысымыздың кітапханаларының жаңғыруы, осындай жаңғыртулар тек менің емес, әріптестерінің де кітапханаларында болып жатқаны мені қатты қуантады. Облысымыздың 25 ауылдық кітапханасы да осындай жаңа тыныс алды. Мысалы, айтып өтсек, Жаңақала ауылдық кітапханасында тігін бөлмесі ашылып, қыз-келіншектер шағын бизнес бастап, өз өнімдерін сатуға мүмкіндік алуда. Ал Казталов ауылдық кітапханасында мультимедиалық бөлім ашылып, балалар тек мультфильм қарап қана қоймай, өз мультфильмдерін жасауға мүмкіндік алуда. Ал Ақжайықтық әріптестерімізде IT сыныбы ашылып, олар тегін бағдарламалау курстарына өтіп, қазіргі таңда мектептерде робототехника пәндерін жүргізуге көмектесуде. Облысымыздың кітапханаларын жаңғыртуға серпін берген ауыл тұрғындары мен оқырмандарына мол мүмкіндіктер сыйлап, қаржылай көмек білдірген Қазақстан халқына қоғамдық қорына, жүзеге асырған Тана қоғамдық қорына, Батыс Қазақстан облысының әкімдігіне шексіз алғысымызды білдіреміз. Мен өз арманыма қол жеткіздім және осындай жерге келіп, өз кітапханам жетістігін айтып тұрғаныма өте қуаныштымын. Жаңғырған кітапханалар ауыл тұрғындарын бір шаңырақтың астына жинап, рухани құндылықтар төңірегінде топтастыратын сүйікті мекенге, ұрпақты ұлағатқа, ауылды бірлікке, елді рухани кемелдікке тәрбиелейтін ордаға айналды. Осындай игі істер жалғасын таба берсін.